өткен видеодағы идея берген және топ комментарий. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен DeltKZ. Бүгін мен сіздерге GTA San Andreas'ты қалай басу керек екенін көрсетемін. Телефонға тегін. Бүгін 1 желтоқсан, президент күні. Тұңғыш президент, барлықтарыңызды құттықтаймын мерекелеріңізбен. Ендеше бастайық. GTA San Andreas'ты тегін басу үшін бірінші мына сайтқа кіру керек. Бұл сайтқа ссылканы астында қалдырамын. Осы сайтқа өтесіздер, астыға қарай түсіресіздер. Бұлай. Содан кейін мына жерге келгенде скачать APK дегенді басасыздар. Осыны басасыздар, скачать APK деп. Сосын скачать дегенді басасыздар. Ол менде GTA San Andreas басылып қойған, сондықтан мен қазір оны баспаймын. Скачать APK дегенді басасыздар. Бұл істейтін способ, менде бәрі істеді. Сосын скачать кэш дегенді басасыздар. Мынау скачать кэш дегенді басасыздар. Зеркало дегенді баспаңыздар. Скачать дегенді үстіндегенді басасыздар. Мына кнопканы өзі скачать етіледі. Екеуін скачать етіп болған соң, басып болған соң, Play Marketке кіріп, мына приложениені басып аласыздар, RAR деген. Бұл приложениеге де мен ссылканы астында қалдырамын. Бұл менде басылып қойған. Бірақ обновить етуге болады, енді мен обновить деген бассалайын. Осы приложениесіз ешқалай жұмыс істей алмайсыздар. Бұл приложение ең қажетті приложение GTA San Andreas'ты басу үшін. Егер де сіздерде кэш пен APK-да басылып қойса, APK-ны скачать етпеңіздер, установить етпеңіздер. APK-ны установить етсеңіздер, бәрі құртылады. Егер де сіздерде кэш басылып қойған болса, бәрі басылған болса, кэш бәрі басылып қойса, RAR-ға кіресіздер. Міне RAR-ға кірдік. RAR-ға кірген соң астына түсіресіздер. Download дейтін мына папканы ашасыздар. Сосын ішінен бағанағы сіздің басқан кэшіңізді іздейсіз. Ол GTA San Andreas версия 2 кэш деп тұрады. Мен оны қазір тауып алайын. Менде GTA San Andreas басылып қойған соң, ол папка болмады. Сондықтан мен мынаны GTA San Andreas'ның папкасы деп елестетіңіздер. Осындай тұру керек. Дәл осындай тек қана жазуында GTA San Andreas кэш деп тұрады. Ондай болмауды мүмкін. Әйтеуір GTA San Andreas деген осындай суреті бар нені осындай шығады. Сосын галочканы басасыздар да. Мынаны басасыздар. Төбедегі извлечь файлы дегенді басасыздар. Сосын еш нәрсе баспайсыздар бұл жерде. Мыналарды бүйтіп ауыстыруға болмайды. Қалай тұр, солай қалдырыңыздар. Обзор дегенді басасыздар. На уровень выше. Міне Android деп тұр. Осы Android'ты басып, OBB деген папкеге кіріп, ок дегенді басасыздар. Соңкен загрузка болады. Мен қазір бүйтіп істесем істегім келмейді. Өйткені мен басқа папканы қолданып отырмын. Қараңыздар. Rockstar GTA деп тұр ғой. Мен бұл папканы істеп қойғам. Осы жаққа. Сондықтан менде ана жақта ол папка жоқ. Сіздер ок деген соң, сіздерде де осы жақта осы папка шығады. Сосын осы жаққа кіріп, осы OBB-ға кіріп, окейді басасыздар.
былай окей дейсіздер, содан кейін мына жерде де окты басасыздар. Мен бірақ баспаймын, өйткені мен басқа файлды көрсетіп жатырмын. Ок дегенді басқан соң загрузка болады. 100%-ке жеткен соң загрузка былай істейсіздер де. Сосын барлығын кетіріп тастайсыздар. Браузерді де, рарды да кетіріп тастайсыздар. Сосын GTA-ға кіресіздер. GTA-ға кірген соң бәрі істеу керек. Осындай загрузка болу керек. Бұндай загрузка болмаса, бәрін қайттан өшіріп, қайттан басуларыңызға тура келеді. Өйткені осылай шығу керек. Оффлайн деп басасыздар. Оффлайн дегенді басқан соң мына жерде начать игру деген тұрады. Мен бірақ баяғы ойынды ойнаймын. Баяғы сохранить етілген ойынды ойнау үшін возобновить дегенді басу керек. Міне осылай загрузка болады. Міне осылай GTA-ға кіреді. Бәрі өте оңай. Мен бұны тез басып алдым. Менде ешқандай ошибка шыққан жоқ. Сіздерде ошибка шықса комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Бұл 2,5 гигабайт. Ұмыт кетпеңіздер. Соткаларыңыз көтере алмай қалмасын. Қатуы мүмкін сіздердің соткаларыңызда. Өйткені бұл ауыр ойын. Менде қатпайды, өйткені мен жақсы устройствомен ойнап жатырмын. Жақсы качествомен ойнап жатырмын. Егер де қатып кетсе, былай істеңіздер. Настройкаға кіріңіздер. Дисплей дегенді басасыздар. Тени дегенді, дальность прорисовканы түсіріп тастайсыздар да, қатып жатса, мынаны да түсіріп тастайсыздар. Разрешение дегенді, бірақ менде бәрі жақсы, сондықтан мен оны түсірмеймін. Высокийді низкийге қоясыздар. Міне осылай высокий максимумға қоямын мен. Яркостьті тиіспейсіздер. Тени дегенді классика выключить деген басасыздар. Выкл деп қоясыздар. Мен классикаға қоямын. Отражение машин дегенді выкл дейсіздер. Субтитры дегенге тиіспей қойыңыздар. Осылай істесеңіздер, ойынның қатқаны тоқтау керек. Менде еш нәрсе қатпайды, сондықтан мен максимумға қойып қоямын. Ендеше сіздермен болған BuildKZ. Келесі видео не туралы болған қалайсыздар, соны комментарийға жазыңыздар. Барлықтарыңызға сау.